Болат Шұғыла әскери академиясының алып соғылған қақпасының алдында тұрды. Қолында айлап жүргізген дайындық пен ұйқысыз түндердің нәтижесі оқуға қабылданғаны туралы мыжылған қағаз. Жел оның қысқа алынған шашын үрлеп, алда қатал тексеру бекетінің арғы жағында сұр гранит пен айналы шыныдан тұрғызылған айбынды ғимараттар бой көтеріп тұрды. Ол бір қадам жасаса, ескі өмірі мәңгілікке артта қалатынын білді. Бұл жай ғана оқуға түсу емес, бұл арманға жасалған батыл серпіліс еді. Академиядағы алғашқы күн сәлемдесуден емес, ауыр кросстан басталды. Аяқ астынан батпақ шашырап, өкпе шапылдап, жанғандай күй кешті. Болаттың қасында бойы аласа, бірақ ширақ кадет Адал жүгіріп келе жатты. Болат тайып жығылғанда, Адал бірден тоқтап, оған мықты алақанын созды. «Шыда, серігім», деді ол демігіп. «Мұнда не бәріміз жетеміз, не ешкім жетпейді». Сол сәтте Болат әскердегі тәртіп бұл тек бұйрық емес, қиын сәтте созылған достың қолы екенін түсінді. Академияның күндері қатал ырғаққа бағынды. Таңғы 5-те тұру, саптық дайындық және шексіз дәрістер. Кешкісін казармада Болат пен Адал тар төсектерде отырып, ауыр бәтеңкелерін жарқырағанша тазалайтын. Шаршағандық иықты басса да, осы бір қалыпты жұмыста ерік жігер шыңдалды. «Киімнің әр бүктемесіне неге мұнша дәлдік керек?» деп сұрады Болат, маңдайындағы терін сүртіп. Адал щеткадан көз алмай, заттардағы тәртіп, ойдағы тәртіп. «Шайқас уақыты келгенде тек сенің тәртібің ғана аман қалуыңды шешеді», деп жауап берді. Сардар командир жыпылықтаған голографиялық картаны көрсетіп тұрды. Ол тек тактиканы үйретіп қана қойған жоқ. Ол оларды көрінбейтінді көруге мәжбүрледі. Әскер бұл тек дөрекі күш емес, бұл адам өмірі, бәске тігілген шахмат партиясы. Оның дауысы алыстағы күн күркіріндей естілді. Болат әр сөзді қағып алып, картадағы әр биіктіктің орнын есте сақтауға көңіл бөлді. Командир оған жақындап, көзіне тура қарап, қысқа ғана мақұлдағандай басын изеді. Сынақ аптасы нөсер жауын астындағы нағыз тозаққа айналды, полигон батпаққа айналды. Болат тікенек сымның астымен еңбектеп бара жатып, мұздай судың киім астына өткенін, ал күшінің таусылып бара жатқанын сезді. Бір сәтте ол тоқтап, бетін суық лайға басты. Басында «Саған бұл не үшін керек? Қолынан келмейді» деген сатқын сыбыр естілді. Ол жаңбыр тамшыларының тура алдындағы сұр жерге соғылып жатқанына қарап, қозғалмай жата берді. Сынақтан кейін асханада тек қасықтардың дыбысы ғана естіліп, тыныштық орнады. Болат өзін бос сезініп, табағына үнсіз қарап отырды. Адал оның қасына үнсіз отырып, буы шығып тұрған металл құтысын жылжытты. «Әкем маған әрқашан батылдық бұл қорқыныштың жоқтығы емес, аяғың тыңдамай қалғанда қадам жасай білу дейтін», деді Адал жаймен. Болат басын көтеріп, досының көзіне қарады. Онда шаршау болса да, ерекше бір жылылық бар еді. Ыстық шайдан ұрттаған соң, Болат бойына қайта күш жүгіргенін сезді. Шешуші кезең. Тығыз ормандағы түнгі рейд. Болат пен Адал барлау тобының құрамына кірді. Орман көлеңкелер мен мазасыз сыбдырларға толы тірі мақұлықтай көрінді. Олар тек қысқа белгілермен сөйлесіп, дыбыссыз қозғалды. Болат жаттығу винтовкасын қатты қысып, алда келе жатты. Бұдақтың әрбір сытыры оны селк еткізді. Бірақ бұл енді қорқыныш емес, өткір зейін еді. Ол артында Адалдың келе жатқанын сезді, және оларды тек жарғы емес, одан да үлкен нәрсе байланыстырып тұрғанын білді. Кенеттен тыныштықты сытыр еткен дыбыс бұзды. Олар жоғары курс студенттерінің тұтқынына түсті. Шегіну кезінде Адал сүрініп кетіп, оның аяғы ескі бөренелердің арасына қысылып қалды. «Кет, Болат, бізді қоршауға алмай тұрғанда тапсырманы орында!» деп айқайлады Адал. Бірақ Болат қашу туралы ойламады да. Ереже бойынша тапсырма тек бүкіл топ мәреге жеткенде ғана орындалды деп есептелетін. Ол тез арада айналасына қарады. Досын тастап кету офицерлік ар-намысқа опасыздық жасаумен тең еді. Болат түтін шығаратын шашканы іске қосты. Орман лезде ақ тұманға толды. Ол бар күшін салып, иығымен бөренені тіреді де, Адал аяғын суырып алатындай бірнеше сантиметрге көтерді. «Маған сүйен», деп бұйырды Болат. Досын иығына салып алып, ол бұтталарды бұзып өтіп, мәреге қарай ұмтылды. Ол бұлшық еттерінің ауырғанын сезбеді,
тек жүрегінің қатты соққанымен біз жетеміз деген бір ғана ой болды. Бұл оның ең басты сынағы, жалғыз тапсырылмайтын адалдық сынағы еді. Оқу бітіру күні туды. Академия залы салтанатты мундирлер мен жарқыраған паркеттен нұрланып тұрды. Болат пен Адал бір-бірінің жүрек соғысын сезініп, бірінші қатарда иық тіресіп тұрды. Сардар командир оларға омырауға тағатын айырым белгілерін салтанатты түрде табыс етті. Ол Болатқа жақындағанда дауысы жұмсарып: «Офицер, бұл погон емес, бұл соңынан ергендерді қорғау туралы үнсіз ант. Құттықтаймын, лейтенант», деді. Болат қолын шекесіне қойып, бойын мақтаныш кернегенін сезді. Оның жолы енді ғана басталды, бірақ ол енді құрыштан қиылған еді.